Ойнауыңызға не себеп? Думаете, лотерея? Нисколько. У нас по всему городу, у нас более 200 терминалов стоят. Әке-шешесін қанасат қылып атқандар тола ғой. Біз келіп тұрып, қазір сіз сыртқа шықсаңыз. Бүгінде қаламыздағы шағын және ірі дүкендерден мынадай терминалдарды көріп жүрміз. Бұл ойын автоматы дейсіз ғой? Жоқ, онлайн лотерея терминалы. Шын мәнінде олардың әлгіндегі автоматтардан мазмұндық айырмашылығы аз. Осылайша аты өзгергенмен заты өзгермеген құмар ойын талай қазақты тапқан таянғанынан айырып жатыр. Ал қалада не екені белгісіз осы ойын автоматтарын Феркан сауда желісінің нүктелерінен көптеп кездестіресің. Мен де сол лото терминалы орналасқан дүкенге бардым, журналистік зерттеу жасадым, көріңіз. Ойын автоматтары заңға қайшы екен білесіз бе негізінде? Не қылды? Ойнауыңызға не себеп? Түсінбедім. Міне ойын автоматтары біз дәл қазір қала орталығындағы дүкеннің біріндеміз. Мұнда өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай бір емес екі ойын автоматы қойған. Ал бұл бойынша заңда тыйым салынған болатын. Ендеше дүкеннің басшылығынан сұрап көрейік, бұл құрылғылардың бұл жерде неге тұрғанын. Иә, заңсыз екенін білеміз, естиміз. Оны біздің головноймен сөйлесу керек қой. Здание басшылығына хабарласасыз ба десіз? Иә, бізге осындағы әкімшілік дүкеннің заңгерінің номерін берді. Біз қазір хабарласатын боламыз. Жалпы зданияда екі ойын автоматтары тұр. Негізінде бұл заңға қайшы ғой? Сіз бізге офиске келу керексіз. Я могу вам предоставить нужные документы только когда вы объявитесь у нас в конторе. Юридический отделға келсеңіз, сізді біз қарсы аламыз. Жарай ма? Жарайды, лотерея терминалы заңды екен. Бірақ бір қызығы осы бизнес иелері біз қойған сауалдарға толыққанды жауап бере алмай жалтарды. Бастарын ала қашып бір-біріне сілтеумен болды. Біз келіп тұрып, қазір сіз сыртқа шықсаңыз. Юридический отделға келсеңіз, сізді біз қарсы аламыз. Дәл осылай. Жауаптан бас тартты жалпы. Жаңағы дүкендегі ойын автоматтары осы номердегі кісіге тиесілі екен, маған хабарласыпты. Дәл қазір занят болып жатыр. Қайта хабарласып жатыр. У нас по всему городу, у нас более 200 терминалов стоят. По всей Джамбульской области. Это не игровые терминалы, девушка, я еще раз говорю. Это лотерейные терминалы. То там в Феркане стоит лотереи, которые покупают люди. Вот, это то же самое, только в игровой форме. Дәл осы мәселені парламент мәжілісінің депутаты Тәңірберген Бердоңғаров алғашқылардың бірі болып 2015 жылы көтерген. Нәтиже бар ма? Өзінен сұрап білдік. Мы видим в повседневной жизни в обычных городах в Казахстане стоят так называемые терминалы лотереи. Думаете, лотерея? Нисколько. Это лотерея по принципу игровых автоматов. Туда также приходят люди, также делают ставки, также выигрывают, а чаще всего проигрывают свои деньги. Хорошо? Нет, не хорошо, потому что они находятся в прямой зоне доступа наших молодых людей, подрастающего поколения с неокрепшей психикой. Демек, олардың жұмысы заңмен реттелмейтін болғандықтан заңдағы олқылықтарды пайдаланғандар осындай бизнес түрімен айналысып, ойын құмарлықты өршітіп жүр. Тәңірберген мырзадан кейін 2019 жылы парламентте аталған проблеманы көтерген жалғыз депутат Бірғаным Айтымова еді. Бірақ одан да еш нәтиже болмады. Жабулы қазан, жабулы күйінде қалды. Поэтому этим видео мы вновь обращаемся к депутатскому корпусу для того, чтобы с уполномоченным органом прошлись по всем городам и всем точкам, где размещены эти автоматы, выявили их и внесли полный запрет, чтобы Казахстан очистился от этого зла. Осындай терминалдар бірінің қалтасын қампитып жатса, бірі соңғы соқыр тиынын соңда салып, бармақтарын тістеп жатыр. Осылайша адамдар анда-санда бір жылт еткен мүмкіндікті сәттілікке балап, құмар ойын шырмауында жүр. Ол обал ғой, ол қора кіргізіп отыр халықты. Ол керегіне жас жігіттерді, анан көрдім мен, қасында тұрмын. Қанша жігіттер салып отыр соны.
тапқан терген балашаға жаратын орнына соған салып жатыр. Арнайы несі болса, құрылыс зданиясы болса ма, болса дұрыс болар еді негізінде. Керек адамдар өзіне барып ойнай беретін еді. Қазіргі заманда наоборот оқу керек, білім алу керек, жардам беру керек. Ал жаққа барып ойнағанда вақыттарын жоқтасайды ғой. Ондай ойындардың бәрін жауып тастаған дұрыс қой. Жас жігіттер ойнап, сол ойынмен ажырасып та жатып жатыр, үйінде тігіп жатыр, машинасында тігіп жатыр. Ана әке шешесін қанасат қылып жатқандар тола ғой. Жауапкершіліктен жалтарып, жалғанды жалпағынан басып жүргендерді көргенде заң тек қарапайым халық үшін ғана жазылған ба деп қаласын. Бізге келгенде заң да, ал жұртты заңды жолмен қанап жүргендерге келгенде солқылдақ. Неге? Қысқасы, лотерея терминалдарын ойын автоматтарының баламасы деп танып, оған тыйым салынбайынша темір жәшікті торуылдайтындардың қатары азаймайтыны сөзсіз. Әзірге біздің қолдан келері мынау. Жақыныңызды оя арамдардың ойыннан қорғаймын десеңіз, онда осы жазбамен бөлісіңіз, таратыңыз.